Ата, Ау, сізге анекдот айтып берейінші. айта ғой балам. Бір баяғыда орыс мысық болыпты. Иә, содан. Болып бітті. Осы ма, болды ма? Иә? Балам ау, мұның несі күлкілі. Ата, орыс мысық болмайды ғой. Ай, балам ай. Ата, Ау, қызым. бұл Талғаттың орны еді негізі. Өтініш. Сіз мұнда отырасыз ба? Әрине. Кешір. Мам? Сіз айтып едіңіз ғой, бұл орын үйдің үлкеніне арналған деп. Жарайды, тамағын же. Бұл орынға негізі атам отыру керек. Балам, маған осы орын ыңғайлы. Осында отыра берем. Қалайсыз, пап? Жақсы демалдыңыз ба? Қалайсың, балам? Әкел шәңді. Да. Үйіңіздің алдына келіп тұратын. Шығасыз ба? Жұмысқа кешіп қалмаймыз ба? Кешіп қалсаң біреу ұрса ма не? Жоқ, Басеке. Әлде менен басқа бастығың бар ма? Кешіріңіз, Басеке. Көт сыртта. Мә, Қашан ертерек тұрып, ертерек тамағымызды ішіп жұмысқа уақытылы барады екенбіз осы. Талғат, мен сенімен жеке бір сөйлесуім керек еді. Дәл қазір ма? Дәл қазір. Иә. Құлағым сенде. Сенің ана әкең келгелі бері тамақ істеу, шай беру, кір жуу. Еш үлгермей жатырмын. Менің не оң қолым бар деп пең, а? Ал сен ерте тұр. Ерте тұрып жатырмын. Кстати, бір апта болады деп едің ғой. Иә. Келгеніне бір ай болды ғой. Сонда маған не демексің? Егер сен мені тыңдасаң, қарттар үйіне апарып өткізейік. Сен не деп тұрсың? Төрт ұлы бола тұра менің әкем қарттар үйіне бару керек па не? Жоқ, сен жөн түсінбедің. Мен саған басқа балдар үйіне апар деп тұрмын. Мен ұлдың үлкенімін. Сол себептен әкем менің қолымда тұрады. Болды. Сен үлкені болсаң немене? Өмір бақи сол шалды бағуымыз керек пе? Жай сөйле, әкем естіп қояды. Жай сөйлегенде түсінсең, жай сөйлеймін. Жарайды. Сенікі де дұрыс шығар. Әкемізді қарттар үйіне өткізуден басқа амал қалмады. Міне, мен саған баяғыдан бері не айтып жүрмін, а? Бірақ сенің әкеңді де қоса өткізейік. Не? Бір-біріне серік болады. Сен не деп тұрсың, а? Не естісең сол? Сен осы күнге қалай жеткеніңді ұмытып қалдың ба? Абайла, басыңа қонған бақ құсың бір-ақ сәтте ұшып кетпесін. Жарайды жаным, қойшы енді болды. Жаным деме маған. Енді не деймін басқа? Енді не деймін дейді ғой. Мен де сен сияқты жұмыс істеп жатырмын. Азанда кетем, кешке келем. Бала-шағаңа қарайын ба, жоқ әлде сенің әкеңе қарайын ба? Түсініп тұрмын. Сен де мені түсінсейші. Не дейін? Әкеме кет деп айтпайтын шығармын. Сонда, осы үйде тұра берсін демексің бе? Иә, той келесі жыл жасаймыз болды. Сөйлейді ұзамаған бір той деп. Не болды көке? Балам, мені анау Шәкен балам үйіне алып баршы. Неге? Дештік па көке? Не жақпай қалды? Тыныштық. Тек мына этажды үйлерінде кішкене жүрегім қысылып. Оның үстіне немерелерімді қатты сағындым. Қастарында біраз болсам деп едім. Жарайды онда. Жарайды көке. Кешке ет ассақ деп едік. Жарайды. Онда тамақтан кейін алып барарсың. Жарайды. Иә, тамақтан соң асықпай алып барам. Жарайды. Бөлмеде бола тұр сонда. Қандай ет? Өзің асасың. Болдай.
Тамағың дайындаш. Папа қалайсыз? Шүкір балам. Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой. Тыныштық па? Балам, ана келінге түсіндіріп айтып қойшы. Естісем де жақтырмайды әйтеуір. Пап, білесіз ғой мінезің жаман екен. Не қыласыз? Балам, ақылымды тыңдасаң, ешкім жаман әйел болып туылмайды. Жақсы әйел, жақсы еркектің жанында жүріп жақсы болады. Сондықтан да кінәнің бәрін мына өзіңнен ізде. Пап, біздің үйге қонаққа келген соң, қонаққа ұқсап жүрсең өтініш. Ақыл айта бермей. Кешір. Балам, мен өз үйімде жүрмін ба деп ойласам, жай ғана қонақ екенмін ғой. Жоқ, папа, менің айтайын деген мол емес еді. Сіз мен дұрыс түсінбей қалдыңыз. Бұл да бір үйіңіз ғой. Түсіндім балам, бәрін түсіндім. Сен әкет, болмаса сен әкет. Сенің айтып отырғаның дұрыс емес. Қалай кетпейсің сен? Менің үйімде 2 ай болды тұрып жатқаныңда. Айна қалма. Сен ғана қалдырмаған бәріне. Сен деген соң. Жалғысымен туыпма. Сен де Мен қарамайын деп жатқан. Сен не қылып? Сен алу керек. Ертең мерге үйге тұрады. Сен ал сен болсаң. Мынаның үйде тұрады. Не болсын? Қой сен. Көрмесін бе сен үйіңде? Кеңкілдеме маған, ә? Олдай, папа звонып жатыр. Ей, тыныш, мен жоқпын. Ау, папа? Балам, қалайсың? Жақсы, папа. Қазір жұмыста едім. Кейін өзім хабарласам, ә? Жарайды. Неге өтірік айтасың? Жұмыста емессің ғой? Не деп айтуым керек? 4 балаңыз жиналып сіздің тағдырыңыз талқылап жатыр деп айтуым керек пе? Ақылды екенсің, әкетпейсің үйіңе. Маған не қыл дейсіздер? Мен жағдайын көріп отырсыздар. 4 баламен бір бөлмеде тұрам. Күнімізді әрең көріп отырмыз. Жылана бермеші сені. Талғат, сен үйдің үлкенісің ғой. Сен алсаңшы қолыңа. Неге мен алуым керек? Жоқ еді. Бізге қарағанда жағдайың жақсы ғой сенің. Иә. Әңгіме жағдайды емес. Мен командировкадамын ғой, білесіңдер ғой. Мен жыл 12 ай командировкадамын. Бала сабақта, қатын жұмыста. Әкем бір өзі отыра ма үйде? Қарауыл бар ғой үйіңде. Басы қатырмаңдар. Шәкен, сен папамен жақсысың ғой? Дереу болса семен ақылдасады. Жаңада саған телефон соғып жатыр. Иә. Сен үйде тұра берсін да. Жақсыны жақсы ғой енді, бірақ қатын мінезін білесіңдер ғой енді. Ой, сен де бір. Қатын мінез тұрғанда ол үйге әкем түгіл өзім зорға сиям. Өзіма қалар еме, осы қолыма бар ғой, әкемді ше. Алақаныма салып аялабақ жүреді ме. Бірақ менде де шаруа болып тұр. Біреуіңе күндеріңді қаратпас еді ме. Тәке сен мен білесіз ғой. Сөйтіп қорқа берме қатынды не. Болды. Маған ше бір ой келді. Қандай ой? Папаны, ең дұрысы, папаны қарттар үйіне жіберу керек сияқты. Не деп тұрсың? Қайдағы қарттар үйі? Әкемізді қарттар үйіне өткізіп ел жұртқа не бетімізбен қараймыз? Онда алып кет үйіңе. Ақылдысың мұның. Отырып алып сөйлей береді екен ау адам дегенде. Негізінде былай болсын. Ата-ана деген ол қара шаңырақта қалу керек. Ал қара шаңыраққа еге болып кенже бала қалады. Иә. Жан айналайын, сен үйдің кенжесісің. Иә. Ей, үйдің кенжесі деп саған үйдің бүкіл аңғарадай үйді мал-палмен қорап қобыспен саған тастап кеттік. Дұрыс. Бәріне еге болдың. Бізбен жағаласып қалаға келем деп үйді саттың. Не болды ал енді жағдайың? Енді кеп бұларың не дейді ғой бізге? Онда несі талқылап отырмыз біз, а? Соны айтам, Папаң пенсиясын ақыр өзің алып отырсың. Енді осындай қиын қыстау кезеңде ағалар, сіздер көмектеспесеңіздер, бауырлығымыз қайда қалды? Жан, біз саған көмектеспейміз деп отқан жоқпыз ғой. Көмектесеміз. Иә. Енді әзірге уақытша әкемді қолың ала тұрсайшы, біз мына жақтан басқа бір несін қарастырамыз ғой, амалын. Қысқасы, әкемді қазір үйіңе алып кет. Қалғанын ағаларың бар, бір мәселесін қарастырамыз ғой, шешеміз ғой. Айналайын Нұржан, әкеме сенен басқа ешкім қарай алмайды.
Әке, бұл жерде мәңгілікке емес уақытша ғой. Жағдайды көріп тұрсыз. Ештеңе етпейді балам. Үй алғанша осында бола тұрыңыз. Қалай пәтердің кілті қолыма тиеді, өзім келіп алып кетем. Ең бастысы сендерге кедергі болмасам болғаны. Жоқ, о не дегеніңіз, әке? Ізін суытпай өзім хабарласып тұрам. Бір нәрсе керек болса... Жоқ, балам. Қайта менің қажетім болса, сен хабарлас. Алатын пенсиямды керегіне жаратарсың. Міндетті түрде хабарласам, әке. Міне, алыңыз. Ұрпағым болмаған соң, амалдың жоғынан осында отырмын. Сенің 4 бірдей балаң бола тұра. Қарттар үйін паналап отырғаныңа таңым бар. Бір өкініштісі, осы балаларым оқып адам болсын деп, күндіз түні тынбай еңбек еттім. Ақырында маған деген рахметтері осы болды. Қалайсыз, әже? Құлыным менің, шарығым сол. Денсаулығыңыз қалай, әже? Жақсы қарағым. Өздерің қалайсыз? Ананы қара. Жақсы ма? Аман есенсіңдер ме? Алмай тұрып, анасының пенсиясына келіп тұр. Апа, дәріңізді іштіңіздер ма? Іштім қарағым. Саламатсыз. Мам, қалай? Дәрігерлер жақсы қарап атқан шығар? Қарағым ай. Туған балам сен қарамағанда. Басқалардың жана шушмет. Өлместің қамы ғой әйтеуір. Ой, мама, олай айтпасаңшы. Білесіз ғой? Келіңіз болса жұмыста, үйде қарайтын ешкім жоқ. Әйтпесе мен сізді бұл жерде 1 минутта қалдырмас едім. Балам, мынау менің пенсиям. Бір қажетіңе жаратарсың. Рахмет, мама. Не ғой, мама, біздің кетуіміз керек еді. Келеседі міндетті түрде келем. Әке, әжем тағы тастап кетеміз ба? Келесі келгенде алып кетеміз. Келесі айда алып кетеміз деп едіңіз ғой? Енді түсінсейші, балам. Балам, маған үш жерің қайлы. Сен уайымдама. Жарайды, мам. Келесі айда келеміз. Жүре ғой, балам. Мен айттым ғой саған, үйге барғаннан бәрін түсіндірем. Түсіндіргенде қашан алып кетеміз, әке? Кетеміз, балам. Қош бол. Осы кейде ойлаймын да. Ұрпағым болғанның өзінде, қартайған шағымда қарттар үйін паналайтын болсам, маған баланың не керегі бар? Бұның дұрыс та шығар. Ақыры келетін жеріміз осы қарттар үйі болған соң, менің де сенен айырмашылығым болмай тұрған жоқ па? Сіздерге арнайы шақырту қағаз керек па? Уақытсыз болғасын бар дәрілеріңізді ішпейсіздер ма? Сіздерден де басқа қанша тірлігім бар менің. Қарағым, қапа болма. Біз мына ойынға беріп кеткен екенбіз. Барамыз қазір. Әр қайсыларыңыздың көңілдеріңізге қарап отыратын уақытым жоқ менің. Болыңыздаршы тез. Қызым, сол дәрінің бізге керегі жоқ сияқты. Онда отыра беріңіздер мелшиіп. Әй, шырағым, үлкен кісіге де сөйтіп сөйлеуге бола ма? Өз балаларыңызға керек болмағанда маған керексіздер ме осы? Әке, сізге анекдот айтып берейінші. Ал, айтшы.
бір баяғыда тәжік мысық болыпты. Балам, осы сен мысықтан басқа анекдот білмейсің ба? Білем. Бір баяғыда орыс ит болыпты. Сен уақытты жоғалта бермей, барып сабағыңа дайындалсайшы одан да. Дайындалып қойғам. Дайындалсаң бар, бөлмеңе бар, пайдалы іспен айналыс. Меңгеріп жөндеу жұмысын қолға алып, кейін автокөліктерге дабыл қондырғыларын орнатты. Табыстың көзін көрген жігіт ірі салықтың Әке, атамды қашан алып келесіз? Алып келеміз, Құдай қаласа. 10 күннен кейін алып келем деп едіңіз. Бір ай болды ғой. Балам, атаң емделіп жатыр. Емделіп? Санаторияда. Келеді ғой. Санаторияда дейсіз. Ал атам қарттар үйінде екен. Оны саған кім айтты? Кеше мамам мен әпкемнің әңгімесінен естіп қалдым. Балам, сен ештеңеге алаңдама. Мен не істесем де сенің болашағың үшін істеп жатырмын. Онда менің болашағым үшін атамды алып келіңізші. Олжас, сен жас бала емессің ғой, түсінсейші енді. Қайтесің басыңды қатырып? Одан да сабағың жақсылап оқы. Үлкен азамат бол. Оң солыңды танитын, әрбір істі ойланып істейтін, әр қадамыңды аңдап басатын жігіт бол. Біз саған үміт артып отырмыз, білесің ғой. Білем, әке. Мен сіздің айтқаныңызды істеп, сізге ұқсап өсіп келем. Бәрекелді. Әкесінің айтқанын істеген ол қор болмайды. Уақыт өте келе сіз де қартаясыз. Әке, сол кезде мен сіздің дәл осы ісіңізді жалғастырып кете берейін бе? Әлде маған басқа жол көрсетесіз бе? Сен әкеңе қалай сөйлейтін болғансың? Мен сіз жүрген жолмен жүріп келем. Сіз қазір не істесеңіз, мен де соны өскенде қайталайтын болам. Сондықтан әр қадамды мен емес, өзіңіз ойланып басыңыз. Жағдайыңыз қалай, әке? Қарттар үйіндегі адамның жағдайы қандай болушы еді, балам? Әйтеуір өтіп жатқан өмірді. Бізді кешіріңіз, әке. Біз үлкен қателік жасадық. Қателеспейтін адам болмайды, балам. Сізді алып кетуге келдім. Мен сендердің келетіндеріңді біліп едім, балам. Қалайша? Өйткені мен ата-анамды ешқашанда тастаған емеспін. Әке, одан былай сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Өте берем, әке. Тек бізді кешірсеңіз болды, әке. Өз балдарын кешірмейтін әке болушы еді. Кешірдім. Рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Не болса да баланың бары жақсы екен. Ата, Ау, қалайсыз? жақсы. Өзің қалайсың, балам? Болады. Ата, Иә.
сіз өз орныңызға отырасыз ба? Қай жерге отырайын, қызым? Ата, сіздің орныңыз төр ғой. Төрге отырыңыз. Төрге шығыңыз. Рахмет, қызым. Маған осы орын ыңғайлы. Осында отыра берейін да. Жоқ әке, сіздің орныңыз төрде. Өтінем, төрге шығыңыз. Жарайды. Рахмет, балдарым. Ай, бәрекелді. Міне енді дұрыс болды. Иә, Қайырлыға, астарың дәмді болсын. Қалай, ұйқың қанды ма? иә, ұйқым қанды. Сіздерге анекдот айтып берейінші. Айтшал. Балам, Ау, тағы да әлген ол мысық туралы ма, а? қайдан біліп Ай, балам, ай. Білеміз ба сенің анекдотыңды? Сен былай істе. Инопланетян мысық деп бастасай. Басқа анекдотым жоқ қой, балам. Самайыңнан ақ шаш көрінді, қадіріңді білмеппін әке. Енді сездім, енді білінді, сізге ұқсас